Хал қалай, Қайратыным, амансың ба? Ие, мынау қос қуанышың құтты болсын. Бүгін Пердекеңнің 63 жасқа толған мерекелі туылған күні екен, құтты болсын. Әке деген асқар тау, Алатаудың бөктерінде жағалай жатыр бақпен бау. Әрқашанда әкелеріміз болсын, аман сау деп, осындай алдымыздағы ағаларымыз аман болсын, дені сау болсын, қуанышына қуаныш қосылсын, әрқашанда денсаулықтың арқасында осы елдің, халықтың, ұл қыздарының арасында, немересінің арасында шалықтап шалқып жүре берсін. Пердеке туылған күніңіз құтты болсын. Ал енді сонымен бірге Қайратыным, өзіңнің де бүгін туылған күнің екен. 38-ші көктеміңді қарсы алғалы тұр екенсің. Әрқашан көктемде құлпырып өмірің. Денің сау, отбасың аман болсын. Шаңырағыңа шаттық, отбасыңа бақ береке, дастарханыңа ырыс мереке тілеймін. Қайрат, өзің талай әңгімелердің басын шолып жүрген жігітсің. Алдыңғы қатар ағалар туралы бір қанша деректі әңгімелер жаздың. Өзіңнен кейінгі ұрпақтарды өнерге, өмірге тәрбиелеп жатсың. Ұлы ұстаз десек те болады өзіңді. Әрқашан отбасыңа, өзіңе тек қана жақсылық тілейміз. Туылған күн және де құтты болсын. Жақсы күндерде бас қосуға Алла нәсіп етсін.